Қайырлы күн қызылордалықтар және біздің оқырмандарымыз. Бізде бүгін қонақта Маржан ханым. Маржан ханым Қорқыт Ата университетіндегі эндаумент қорының директоры. Маржан ханым, өзіңіз туралы кішкене айтып жүрсеңіз, біздің оқырмандарға таныстырып. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, құрметті Жазира ханым, шақырғаныңызға көп рахмет, ризамын. Менің есімім Маржан Бекзатханқызы, мен 20 жылдан астам жоғары оқу орындарында жұмыс жасаймын. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде. Қазіргі таңда Қорқыт Ата эндаумент корпоративті қорының директорымын, психология магистрымын. Маржан ханым, жалпы эндаумент деген сөзді көбісі түсіне бермейтін шығар деп ойлаймын. Сол үшін айта кетсеңіз, эндаумент қоры деген не, және ол қоғамға қандай пайда алып келетін нәрсе өзі? Рахмет. Эндаумент қоры, жалпы эндаумент деген сөз ағылшын тілінен мақсатты қор деп аударылады, салыным деп аударылады, мәңгілік салыным деп. Ол ұғым бізге жақында ғана келген, Қазақстанға 10 жыл болды келгеніне, бірақ оның тарихына үңілсек, ол өзінің бастауын 17 ғасырдан алады. Европа елдерінен, Европадан ол кейін Америкаға көшеді, сөйтіп айналып Ресейде 20 жыл бұрын келді бұл эндаументтер, 10 жыл бұрын бізге Қазақстанға келді. Оның қоғамға пайдасы деген өте жоғары, өте маңызды. Оны біз енді біліп жатырмыз оны. Себебі бізге жақында ғана келгеннен кейін, қалай айтсам болады, мысалға, мынандай мысал келтірейін, Нобель сыйлығын білесіздер ғой, Нобель сыйлығын білесіздер. Нобель жалпы өзі 19 ғасырда қайтыс болған, бірақ Нобель сыйлығы әлі күнге дейін беріліп жатыр, Әлі күнге дейін ең үздік, ең мықты деген ғалымдарға $1 миллион Нобель қорынан беріледі. Ақша қайда алынады? Нобель жоқ, бірақ ақша бар, премия жылдан жылға беріліп жатыр. Ол Нобель кезінде өзінің қаражатын осы сыйлыққа арнаймын, өзімнің сыйлығыма арнаймын, бірақ қаражатымды осындай неге инвестиция қылып салып жіберген. Өндірістерге, сол өндірістен әлі күнге дейін түскен пайда, дивиденд, пайыздарды осылай неге премияға жылдан жылға беріліп жатыр. Жалпы механизмі, эндаумент қорларының механизмі осылай жұмыс жасайды. Біз қаражатты жинаймыз қорға, жалпы қаражатты қозғамаймыз, бірақ түскен пайданы біз түскен пайданы ғана жұмсаймыз өзіміз мақсаттарымызға. Бұл түскен қаражатты біз банктегі депозиттерге саламыз, немесе жобаларға саламыз. Мысалы, ең қорларды, ел университеті 40 миллиард, ел университетінің эндаумент қоры 40 миллиард несі бар, қаражаты бар, капиталы бар. Кезінде бұлар өздерінің ақшаларын Starbucks пен Appleға салған, Appleға инвестиция жасаған, содан олар қазір нелердің пайдасын көріп жатыр. Сол арқылы университет дамып келе жатыр, өздерінің студенттерін, ғалымдарын қолдап келе жатыр. Жалпы эндаумент қорларының жұмысы механизмі осындай. Нобель осылай жұмысты бастады, осы күнге дейін премияларын беріп келе жатыр. Жалпы тарихына үңілетін болсақ, тарихы осындай. Сол үшін оның деген қоғамға пайдасы өте көп. Ол енді бізге зерттеліп келе жатыр. Енді біз өзіміз Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті эндаумент қорды 2021 жылы ашқан болатынбыз университет жанынан. Оның атын Қорқыт Ата деп қойдық, себебі Қорқыт Атаның рухы қолдасын деп, қордың директоры мен тағайындалдым. Біз жалпы университеттің дарынды студенттерін, дарынды жас ғалымдарын, жалпы университеттің жағдайына жұмыс жасаймыз. Университеттің өзінің стратегиялық мақсаттары бар, сол мақсаттарды қолдау үшін біз жұмыс жасаймыз. Яғни қордағы қаражат осындай дарынды ғалымдарды қолдау мақсатында жұмсалады. Дарынды жастарды, дарынды біздің жас ғалымдарды, жалпы университет материалдық техникалық базасын дамытуға жұмыс жасаймыз біз. Керемет. Қосымша қаржы көзі университет үшін. Ал енді осы қорда, эндаумент қорында сізді жұмыс жасауға не шабыттандырады? Тағы да айтып кетейін, 2021 жылы қор ашылған болатын. Ол кезде мен эндаумент не екенін білмеймін. Өте шамалы андай ауырлау кезең болды, себебі
коронавирус болды, ол ковидтің кезі. Бірақ сондай ашылу керек болды. Жалпы университеттің жарғысында да жазылып тұр, университет қорын ашуға болады деген. Сөйтіп сол жұмысты біз бастадық, маған сондай ұсыныс түсті. Мен зерттей бастадым, зерттелей бастадым. Өзім бірінші білмедім. Шындап айтқанда мен Google'дан, Википедиядан ашып зерттей бастадым. Эндаумент дегеніміз не, қайдан пайда болды, біз оны қалай дамытады екенбіз, біздің потенциалымыз оған жете ме, жетпей ме деп. Бірақ шүкір 5 жыл болды эндаумент қордың жұмыс жасап жатқанына. Сол маған ол бір челлендж ба, вызов болды. Мен үшін істей аламын ба, істей алмаймын ба, менің оған потенциалым жете ме, жетпей ме деп шамалы қорқынышпен бастадым ол жұмысты. Өйткені мен қормен бұрын сонда жұмыс істемегенмін. Менде ондай тәжірибе, экспириенс деген болған емес. Бірақ мен өзіме сеніп, өзім күшіме сеніп, басқа да тәжірибелеріме сеніп, сол жұмысты бастап кеттім. Сол жұмыс жүріп кетті қазір. Былтыр біздің ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбекұлынан алғыс хат алдым. Жалпы эндаумент қозғалысын осы Қазақстан Республикасында дамытқан үшін, жүргізген үшін. Керемет. Яғни үлкен жауапкершіліктің жұмысы болғаннан кейін, соған сәйкес адам да сәйкес келіп тұрған сияқты. Рахмет. Енді өзіңіздің еңбегіңіз шығар деп ойлаймын. Оңай болған жоқ, бірден айтам, оңай болған жоқ. Себебі 5 жылдың 3 жылын мен тек сол айтумен келдім. Себебі мен қалай білмедім, мен қалай оны зерттедім, оны басқалар да білмеді. Өйткені ол Қазақстанға енді келіп жатқан кезі. Қазақстанда енді 10 жыл болды деп айттым ғой. Бірақ кейбір үлкен вуздарда эндаумент қоры ашылған. Эндаумент қоры тек білім саласында емес, олар мәдениет саласында да болады, медицина саласында да болады, мектептерде де болады. Мысалы, бізде РФМШ-да өте үлкен эндаумент қоры бар. Бізде медицина саласында центр сердца деген не бар, үлкен эндаумент қоры. Мәдениеттерде де болады. Бірақ бізде мысалы мына қарқынды университеттерге енді келіп жатыр. 5 жылдай болған шығар, 5-4 жылдай болды. Кейбір вуздарда әлі ашылмаған, ашылудың үстінде олар араласады, кеңеседі, сөйтіп бірге жұмыс жасап келе жатырмыз біз. Жалпы эндаумент қоры студенттер мен ғалымдарға қандай мүмкіндіктер береді? Өте үлкен, зор мүмкіндіктер беріледі. Себебі эндаумент қорының басты мақсаты, мен жаңа айтып кеттім басында, студенттерді, дарынды жастардың бастамаларын, ғалымдардың жобаларын қолдау. Бірінші алғашқы мақсаты сондай қолдау жасау, барынша жағдай жасау оларға. Олардың потенциалын ашу, қосымша көмек көрсету, сондай. Оның ішінде арнайы студенттерге де стипендиялар қарастырылған шығар? Әрине қарастырылған. Бізде атаулы стипендиялар деген бар. Атаулы стипендия. Біз 2025 жылы толықтай стипендия беріп келдік. Дарынды студенттерге бізде былтыр 3 дарынды химикке біз жыл бойы, оқу жылы бойынан стипендия беріп келдік. Бұл стипендия біздегі үлкен ғалым бар, зерттеуші профессор, техника ғылымдарының кандидаты Анипа Тапалова деген кісі бар. Ол ұстаз студенттерге осындай ақша қаржы бөліп, өз атынан эндаумент қор арқылы стипендия беріп келді жыл бойына. Ол студенттерге деген үлкен қосымша көмек болды, қолдау болды. Маржан ханым, бүгінгі жастардың табысты болу үшін, яғни успешный успех дейді ғой. Сондай болу үшін, сондай мақсаттарға жету үшін қалай жұмыс жасаған дұрыс деп ойлайсыз? Не істегені дұрыс деп ойлайсыз? Успешный успех? Қазір бәріміз успешный успехті қуып кеттік. Бәріміз успешный болғымыз келеді, бірақ қалай болуды білмейді. Ол әр успехтің артында үлкен табандылық, үлкен жұмыс тұр. Тек талант қана емес керегі, көп жағдайда үлкен еңбек керек. 1% таланты, 99% труд деп айтады ғой. Қазіргі жастарға айтқым келгені, ол тоқтамау, өзін дамыту керек. Тек қана университеттің дипломын ала қоймай, оның қасымша басқа да дағдылар, басқа да скиллстер керек. Ол міндетті түрде тілдер білу керек, ол қатты қажет ететін қазіргі заманда қосымша құрал, өзін жоғары деңгейге шыққың келсе, әлемдік деңгейге шыққың келсе, ол сен міндетті түрде тіл білуің керексің. Ал өзіңнің локал
қалғың келсе, онда әрине тіл қажет емес саған. Бірақ үлкен дәрежеге шығамын, өзімді өрісімді кеңейтемін, масштабқа шығамын сен, ол міндетті түрде сен тіл білуің керексің. Сосын қазір сен өзгерістерге дайын болуың керексің. Әр бұрыштың артында қазір уже өзгерістер сені күтіп тұрады. Сен соған дайын болуың керексің. Заман тез дамып келе жатыр. Бүгінгі болған нәрсе ол ертең актуалды емес болып қалып жатыр. Жасанды интеллект деп айтамыз. Биыл президентіміз цифровизация және жасанды интеллект жылы деп жариялаған болатын. Ол нені білдіреді? Оны қатты сен сол бағытта сен қатты өзің дамытуың керексің дегенді білдіреді. Сол үшін табандылық, еңбек, өз-өзіне сенімділік, тоқтамай өз-өзін дамытуың керексің. Соны айтқам жастарға. Керемет. Жауабыңыз өте шабыттандыратындай жауап деп ойлаймын. Маржан ханым, енді эндаумент қорына қайтадан келсек, Қорқыт Ата атындағы университетте эндаумент қоры алдағы уақытта қандай жұмыстар жоспарлап отыр? Эндаумент қорының былай өзінің стратегиялық жоспары бар 2030 жылға дейін. 2030 жылға дейін біз стратегиялық жоспарды жасаған болатынбыз. Сол жоспарда бізде бәрі көрсетіліп тұр. Біздегі өте үлкен мақсаттарымыз тұр. Енді екі үлкен бағыт бар. Бізде жаңада айтып кеттім, ол дарынды студенттерді қолдау, талантты жастарды қолдау және жас қауымдарға қолдау көрсету. Сол екі үлкен бағытымыз бар. Оның қасында материалдық техникалық база да бар, олар да бар, олар да біз үшін маңызды. Бірақ осы екі бағытты мен қатты дамытқым келіп жатыр. Осы тұрғанда тағы да атаулы стипендияларды көбейткім келеді. Көп жас ғалымдарды қолдағым келеді сол қор арқылы. Сондай жұмыстарға біз қазір көп көңіл бөліп жатырмыз. Және де сол қорға серіктестерді, меценаттарды, түлектерді көптеу қылып тартқым келеді. И өзімнің тағы бір үлкен миссиям бар. Ол жаңағы эндаумент қор туралы көптеу тақырыпты қозғау, көптеу жаңағы сұхбаттарға қатысу, көбірек айту, насихаттау, сол мәдениет туралы айту, жариялау, барынша жеткізу, сол ақпаратты барынша жеткізу, себебі ол өте маңызды нәрсе деп ойлаймын. Жалпы филантропияны дамыту керекпіз, қайырымдылық мәдениетті де біз деңгейін көтеруіміз керекпіз. Енді өзіңіздің жеке тұлғалық басыңызға келсек, жалпы басшылық рөлде жүрген әйелге көп қиындықтар. Енді ер адам болсын, әйел адам болсын болады ол қиындықтар. Бірақ мен ойлаймын, әйелге көбірек түсетін шығар деп ойлаймын. Сізге осындай бір қиыншылықтар есіңізде қалды ма бір? Жалпы қазіргі заманда әйелге де, ер азаматтарға да тең мүмкіндіктер берілген деп есептеймін. Өйткені бәрі білімді, қазір бәрі сауатты, көзі ашық, интернетте бәрі бар. Бизнес жасайын десең де, мансап қоғам десең де, ақша жасайын десең де, көп мүмкіндіктер. Былайша жасауға болады. Бірақ әйелдерде тұрмыстық жағдай көп жағдайда оған аяғын байлап отырады. Тұрмыстық жағдай, бала-шаға, ата-ене, қайын-жұрт, басқа да денсаулық жағынан, басқа да мүмкіндіктер. Көп жағдайда әйелдер сапарларға шыға алмайды, үлкен жолға шыға алмайды, өйткені тұрмыстық жағдайға байланысты кедергілер болады. Бірақ менде ондай қиыншылықтар болған емес, өйткені менің отбасым мені әрдайым қолдайды. Мен үйдегілерден көп қолдау көремін. Мен қайта оқып жатырмын. Мысалы, менде қазір тағы да білім алып жатырмын. Оның алдында да білім алып жүрдім. Көп сапарларға шығамыз. Шетелдерге эндаумент қорға байланысты мен көп сапарларға шығамын. Өз-өзімді дамытамын. Форумдар болады, конференциялар болады, кәсіби кездесулер көп болады. Мен соған ешқандай кедергісіз барып келіп жатамын. Себебі менің отбасым мені осындай жерде қатты қолдайды. Маржан ханым, енді менде бір сұрақ болып тұр. Қор болғаннан кейін, енді оған үлкен қаражаттар да керек, жалпы мемлекет тарапынан қандай көмектер көрсетіледі сіздерге, және де жалпы механизмі қалай, сосын ол қаражатты қалай тартасыздар өздеріңізге, тағы да сырттан қаражат тартатын шығарсыздар. Соның барлығы туралы қысқаша біздің оқырмандарға түсіндіріп кетсеңіз. Рахмет, Жазира ханым, өте керемет сұрақ. Жалпы біз мемлекет тарапынан өте көп қолдау көріп жатырмыз. Біздерге мысалы министерство тарапынан кездесулер, форумдар, осындай алаңдар ұйымдастырады. Басқа мемлекеттерден шетел сарапшыларды тартады.
олар бізге келіп жұмыстарын түсіндіріп жүреді, жаңағы жолдарын көрсетеді, бағыттайды. Сондай біз обмен опытым жүреді бізде, тәжірибе алмасу болады, кәсіби кездесулер көп ұйымдастырады біз үшін. Бірақ ең маңызды оқиға, ең маңызды жаңалық ол былтыр 2025 жылы 30 маусым күні эндаумент қорлары туралы заң қабылданды. Бұл заң біз үшін өте үлкен қолдау. Ол біздің жаңағы бүткіл жұмысымызды айқындайды, механизм қалай жүреді, қор қалай ашылады, қалай жабылады, ішіндегі мақсаттары, міндеттері, қаражатты қалай тартамыз, ол қаражатпен әрі қарай қалай жұмыс жасаймыз, салымшылармен қалай жұмыс жасаймыз, көп мүмкіндіктер береді, және де бізге деген сенімді артады, қорларға деген сенімді артады. Себебі білесіздер ғой, соңғы жағдайлардан кейін қорға уже андай шамалы халықтың көзқарасы басқаша болды. Сол үшін ол заң бізге қатты көмек, бізге қатты қорғау көрсетеді, қатты қолдау білдіреді. Сол заңның аясында біз қазір жұмыс жасаймыз. Ал бұрын біз коммерциялық емес ұйымдар, қайырымдылық туралы заңдардың аясында ғана жұмыс жасадық. Біздегі кәдімгідей қордан деп айтайықшы, қайырымдылық қордан эндаумент қордың жұмысы механизмі мүлдем басқа ғой. Біз тек қаражатты жинай бермейміз, мысалға, тек қаражатты жинаумен жұмсау емес біздікі қаражатты жинау, қазір механизмді айтып жатырмын, екінші сұрақ. Қаражатты біз жинаймыз, толық саламыз счетымызға, ол қаражатты біз жұмсамаймыз. Себебі сіз Жазира ханым миллион саласыз, біз ол миллионды жұмсамаймыз, біз ол миллионды аламыз да депозитке салып жібереміз. Депозиттен түскен пайданы ғана біз өзіміздің мақсаттарымызға, біздегі жарғыда жазылған мақсаттарымызға жұмсаймыз. Студенттерге, жаңағы ғалымдарға осылай жұмыс жасайды эндаумент қоры. Осындай бір өзіндік ерекшелігі бар бұның. Қаржылай жағынан да өте керемет алдағы уақытқа фундамент деп ойлаймын. Әрине. Мысалы, Йель университет, Оксфорд, Гарвард, Кембридж, олар дәл осылай жұмыс жасайды. Олар Starbucks, Appleға салады, басқа да үлкен компанияларға қаражат салады, немесе сенімді басқарушы компанияларға ақшаны салып жібереді. Ары қарай басқарушы компания өздері жұмыс жасайды. Портфельдерге бөледі ол қаражаттарды, жан-жақтан нелерді уже пайданы көріп отырады да, өзінің университетке ары қарай жібереді. Өзінің сондай механизмі өте күшті. Ал сырттан, мысалы, біздің Қорқыт Ата университетінің түлектерінің ішінде үлкен бір кәсіпкерлер бар шығар, жалпы өзі осындай студенттерді, ғалымдарды қолдаймын деген ниетпен келетін болса, сізге хабарласады ма? Ондай қолдаулар бар, көріп жатырмыз, рахмет. Біздің бірінші ең алғашқы көмектескен, ең алғашқы келген әрине ол университеттің түлектері. Университеттің түлектері ең үлкен қозғаушы күш деп айтамын мен. Қозғаушы күш біздің бірінші достарымыз, жанашырларымыз ол университеттің түлектері. Кішкентай қаражат болсын, үлкен қаражат болсын, біз бәріне ризамыз, біз бәріне қуанамыз. Қаражат келеді, счетқа түседі, ары қарай осылай механизммен жұмыс жасайды. Түскен қаражат міндетті түрде бізде екі банкпен жұмыс жасаймыз, екінші деңгейлі банк деп айтамыз ғой. Ол Халық банк, ол Каспий банк, бізде платежи деген бар, салымдар, қосымша арқылы ақша қабылдаймыз біз. Сол ақшаны ары қарай біз уже депозитімізге аударып отырамыз. Яғни ол кісілер өз ниеттеніп осы қор туралы біз арқылы, яғни парақшамыздан білген кісілер сол платежиден тауып алса болады, әрине, платежиден тауып, Қорқыт Ата эндаумент деп терсең, ол бірден шыға келеді да, ақшаны ары қарай аударуға болады. Біз компаниялармен де жұмыс жасай береміз, жеке азаматтармен де жұмыс жасаймыз. Түлектер, көп жағдайда түлектер көмектеседі. Серіктестер. Яғни ең пайдалы, берекелі қайырымдылық ол білімге салынған қайырымдылық деп айтылады. Сондай ниеттеріңіз болып жатса, Каспий банк немесе Халық банктың платежи бөлімінен тауып алсаңыздар болады. Барлық ақпаратты осы біздің Маржан ханымның парақшасынан өзіне жеке жазып, ақпаратты алсаңыздар болады. Маржан ханым кез келген ақпаратқа аянбай әдемілеп түсіндіріп береді. Әрине. Құрметті оқырмандар, бізде осындай Маржан ханыммен бүгінгі өткен керемет подкастымыз соңына жетіп қалды. Біз Маржан ханымға эндаумент қорына үлкен жетістіктер, үлкен нәтижелер тілейміз. Барлық жұмыстарыңыз қайырлы, берекелі болсын. Рахмет, Жазира ханым, шақырғандарыңызға.
ризамын. Жалпы бүгінгі подкаст өте пайдалы болды деп есептеймін. Танымдық подкаст болды бұл. Сіздерге де көп оқырман, көп жаңағы просмотр деп айтамыз, көп просмотр болсын. Осындай жақсы, қызықты қонақтар көп болсын. Рахмет. Рахмет сізге. Маржан ханымның сұхбатынан өте үлкен ақпарат алдық деп ойлаймын. Сіздерге де пайдалы болсын. Сіздерді Қыздарша подкаст парақшасында көргенімізге қуаныштымыз.